Облыс әкімі Асқар Мырзахметов Мойынқұм ауданына жұмыс сапармен барды. Өңір басшысы әуелі Бекжан шаруа қожалығының жүгері алқабымен танысудан бастады. Өткен жылы өңірімізде құрылған механикалық жасақ облыс аумағындағы тозығы жеткен канал бөгендерді тазалап, тиімді жолмен суармалы алқаптың көлемін кеңейтуде жемісті жұмыстар жүргізуде. Сондай әкімді істің игілігін көре бастағандардың бірі Бекжан шаруа қожалығы. Облыс орталығынан ең шалғай орын тепкен Мойынқұм ауданында ауқымды жобадан сырт қалмақ емес. Өңір тұрғындарының тұрмыстық табысын жақсартудың пилоттық жобасына ауданнан Кеңес ауылдық округі енген. Оған бір ғана Айдарлы елді мекені қарасты. Округте барлығы 363 аула бар болса, онда барлығы 2004 халық тіршілік кешуде. Ауылда барлық аула сумен толығымен қамтылған десек, ондағы үй іргесіндегі жер көлемі 58 гектарды құрайды. Бұл жерлерді тиімді пайдаланып табысқа кенелуге 318 аула ынталы. Бүгінде жобаның екінші бағыты аясында 93 аула иелерінен 1395 бас мал алуға деген сұраныс түскен. Жоба аясында малға жем-шөп дайындау, техника тапшылығын шешу, сапалы тұқыммен қамту, өнім көлемін арттырып, өткеру мәселелері шешілмек. Асқар Исабекұлы жоба игілігі жалпы ауылдарды тұтастай қамтуға негізделгенін айтып, оған барлық тұрғындарды тарту жолында жұмыстар жүргізуді тапсырды. Жиында басқа да бағыттардағы қолға алынған шаралар сараланды. Тұрғындардың сауал тілектері тыңдалып, жан-жақты жауаптар берілді. Аймақ басшысы Мойынқұм ауылы Омаров көшесінде орналасқан номер 8-ші Мойынқұм колледжіне ат басын бұрып, бос тұрған ғимараттың жай күйін барлады. Бос тұрған ғимарат 25 пәтерлі жатақхана болып қайта жасақталып, көп бала және аз қамтылған отбасыларға берілмек. Ол үшін нысанға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Сондай-ақ Мойынқұм ауылындағы аудандық орталық ауруханаға барған Асқар Исабекұлы нысанның жағдайына көңіл бөлді. 90 төсектік 200 келушіге арналған ауруханаға 2005 жылы пайдалануға берілген. Облыс басшысына нысанның бірқатар мәселесі баяндалды. Айтар болса, қабылдау бөлімінде тәулік бойы шұғыл көмек көрсетуді ұйымдастыру үшін бөлімнің ішкі құрылымын өзгерту және А корпусына ана мен балаға қауіпсіз емделуге жағдай жасау үшін есік терезені ауыстыру, заман талабына сай ішкі әрлеу жұмыстарын жүргізу қажеттігі айтылды. Асқар Исабекұлы жөндеу жұмыстарының маңыздылығына мән беріп, алайда жасалған жоба құнын оңтайландыруды тапсырды. Нұрлан Абдыкәрім, Азат Байтемір, Жетет Ньюс.